Жұмыстан шаршап келдім, бір пива ішіп демалып алайын дейтін ағаларымыз өте көп. Бүгін мен сіздерге пиваның қандай зияны бар, және де ол біздің денсаулығымызға қалай әсер етіп жатқаны жайлы ғылыми дәлелденген деректермен бөлісетін боламын. Бірақ оны қарапайым тілмен, ауызекі тілмен сіздерге түсіндіріп беремін. Пива дегеніміз ол көп ағаларымыз айтып жатады, арақ емес қой, алкоголь аз, денсаулыққа ешқандай зияны жоқ шығар деп қателесесіздер. Пиваның құрамында фитоэстроген деген бар. Ол бізде әйелдік гормон эстрогеннің деңгейін көтеріп, еркектік гормон тестостеронның деңгейін түсіретін бірден-бір элементтердің бірі деп айтсақ болады. Ол кезде уже еркектерде әйелдік белгілер пайда бола бастайды. Гинекомастия ең бірінші сүт бездерінің өсіп кетуі, әйелдік секілді салбырап үші шыға бастайды. Екінші бізде жамбас астауында артық майлардың жиналуы, және де біздің жамбасымыздың кішірейіп, кеудеміздің үлкейіп кетуі де осы бірден-бір әйелдік гормон көтерілуінің салдарынан. Содан кейін айтып жатады ғой ағаларымыз, авторитет деп. Ол ешқандай да авторитет емес, бұл сіздің қарныңыз, бұл сіздің денсаулығыңыздың керісінше төмендеп жатқанның белгісі болып табылады. Естественно, қарын алдыға шығатын болса, сіздің жаңағы жыныстық мүшеңіз артқа тартылады, размері кішірейгендей болып сезілетін болады. Және де қарын шыққаннан кейін өзіңіздің еркектік күш қуатыңыз түседі, өзіңізге деген сенімділігіңіз төмендейді, және де тестостероныңыздың деңгейі де төмен түсетін болады. Байқасаңыздар, бізде тестостерон ол еркектік гормон, және де ол майдың ыдырауына бірден-бір жауап беретін гормондардың бірі болып табылады. Олай болса талқылап өтейік. Келесі бізде осы пива көп ішетін адамдарда қандай белгілер пайда бола бастайды? Ол бізде ең бірінші жыныстық әлсіздік, өз-өзіне деген сенімсіздік, мүшенің тұруының әлсіреуі, және де ер адам, әйел адам секілді жылауық болып келе бастайды осы кезде. Ашушаң болып келе бастайды. Көп жағдайда гормональды дисбаланс дейді ғой, гормонда өзгерістер пайда бола бастайды. Пива көп ішетін адамдардың жүрегі де әлсіз болып келеді. Жүрек ауруларына жиі шалдығады. Не болады? Жүрек жиі соға бастайды, жүректің ритмі бұзылады, және де жүрегіміз үлкейіп, өзінің жұмысын нашарлатады десек те болады. Бұл қалай жүреді? Алкоголь пиваның құрамындағы ең бірінші жүректің бұлшық еттеріне әсер етеді. Соның салдарынан жүректің жиырылуы, жаңағы босаңсуы әлсірей түседі. Екінші, бұл алкоголь нерв талшықтарына әсер еткеннен кейін, ол жердегі жүректің ритміне де әсер етіп, жүректің уже ырғағы бұзыла бастайды. Келесі бізде ол қан қысымының көтерілуі. Пива көп ішкеннен кейін біздің жаңағы қанымыз қоюлана түседі. Оны ары-бері айдайтын бізде насос жүрек қой, жүрекке дополнительный нагрузка да осы кезде пайда бола бастайды. Негізі бізде организмге түскен кез келген токсинді бізде бауыр фильтровать етеді. Сіз енді өзіңіз ойлаңыз, күнделікті алкоголь ішіп жатсыз, пива ішіп жатсыз, оның құрамында токсиндер өте көп. Сіздің бауырыңыз күнделікті жұмыс істей беріп уже қызметі бұзыла бастайды. Бауырыңызда май пайда бола бастайды. Одан кейін тыртықтар пайда бола бастайды. Соның салдарынан бауырыңыз өз қызметінен шығып, естіп атамыз ғой, арақ көп ішкен, алкоголь көп ішкен адамдар цирроз печень болып дүниеден өтіп жатыр деген секілді. Осының барлығы міне қарапайым осы пивадан басталады негізгі әсері. Сонымен қатар пива ішетін адамдарда көп байқасаңыз, уже депрессия, мазасыздық деген нәрсеге олар тұрақсыз болып келеді. Кез келген нәрседе менде депрессия, менде мазасыз болып жүрмін деген нәрсе болады. Не үшін? Өйткені пива көп ішкен кезде ол адамдарда рахат гормоны дейді ғой, сол көп бөлінеді. Ал пива ішпеген жағдайда уже ана гормон бөлінбейді, ол соны аңсап тұрады. Сол себепті адамда уже тұрақтылық пайда бола бастайды. Уже пиваға деген махаббат ашылады. Уже сіз кайф ала алмайтын болып қаласыз. Сол үшін пиваны жиі қолданатын болып кетесіз. Бұл да бір зависимостьтің бір түрі болып табылады. Келесі бізде пива ішетіндердің иммунитеті де өте әлсіз болып келеді. Өзіңіз ойлаңыз, үйге кез келген ауруды сіз бірінші алып келетін боласыз. Обычный көшеде өтіп баратқан адам түшкірсе, жөтелсе, тұмау деген секілді бір қалада бір инфекциялық аурулар жүріп ататын болса, оны сіз міндетті түрде жұқтырып аласыз. Себебі сіздің иммунитетіңіз өте төмендеп кетеді. Пива ішетін адамдарда ең бірінші иммунитет төмендейді, соны біліп жүріңіздер. Күнделікті сыра ішу бұл жай ғана әдет емес, бұл сізді қандай да бір ауруға апаратын жол болып табылады. Өміріңізді өзгерту не жақсы жаққа, не жаман жаққа, ол тек қана сіздің қолыңызда. Денсаулық бізге берілген аманат, өз денсаулығымызды күтіп жүрейік. Осындай пайдалы ақпараттарды көптеп тыңдағыңыз келсе, подписаться етуді ұмытпаңыз.
жоғарыда колокольчиктің белгісі тұр, соны қойып алсаңыз, келесі видео шыққан кезде сізге уведомление болып келіп тұрады. Осы видеоны жақындарыңмен бөліс, пиво көп ішетін, денсаулығына қарамайтын достарың болса жіберіп қой. Подписаться етіп лайк басуды ұмытпа.